сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видеомызда біз мынандай әдемі шыршаға ілетін шар жасайтын боламыз. Бұл жай шар емес, қарап тұрғандарыңыздай ішінде суреті бар шар. Өздеріңіздің отбасылық суреттеріңізбен осындай шар жасасаңыздар болады. Шыршаға ілетін. Жаңа жылдың келуіне бір-ақ ай қалды. Барлығы дайындық үстінде қазіргі уақытта. Сіздерге мен де осындай әдемі шар жасаудың видеосын түсіріп көрсеткім келді. Менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, себебі алдағы уақыттарда да пайдалы видеолар салатын боламын. Әсіресе үйде отырып табыс табу үшін барлықтарыңызға менің каналым пайдалы болады. Және де мені таппай жатқан қыздар, инстаграмнан шебер Гүлназ деп іздесеңіздер, бірден шығады менің парақшам. Сол жерде дайректке немесе ватсапқа жазсаңыздар болады маған хабарласу үшін. Ал осы шарды жасау үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Шыршаға ілетін шарымызды жасау үшін бізге мынандай пластикалық шар керек. Қараңыздар, немесе акриловый деп айтады, пластиковый деп айтып жатады. Осындай шар аламыз. Диаметрі 8 см, 10 см шарды алсаңыздар өте жақсы. Мендегі диаметрі 10 см. Базарлардан іздеп көріңіздер, немесе Яндекс, Google сайттарынан пластиковый шар, акриловый шар деп іздеп көрсеңіздер болады. Көп шығады өте сайттардан. Сонымен қатар екі сурет, диаметрі 10 см, екі лента 5 мм, сонымен қатар 4 мм екінші лентамның жалпақтығы. Мынандай лента тесма, жан-жағын айналдырып орағанға. Глиттер қолдансаңыздар да болады, қолданбай қойсаңыздар да болады. Менде көк түсті глиттер, қайшы ыстық клей. Сонымен қатар мен шардың ішіне мынандай әдемі жылтырлап тұрған кішкентай моншақтардан салатын боламын. Ол да өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қыздар. Шардың ішін толтырсаңыздар да болады, немесе толтырмай қойсаңыздар да болады. Ол әркімнің өз қалауынан байланысты. Ал енді бастаймыз. Мына заттарды шетке ала тұрайын. Қазір алдымен суретімізді жасап аламыз. Жабыстырсаңыздар болады двухсторонний скотчпен, немесе ыстық клеймен жабыстырсаңыздар болады. Шардың размерлерімен жасалған пустушкаларын мен сіздерге чатта беретін боламын. Ал егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда тездетіп тіркеліп алыңыздар Ару Дизайн каналына. Каналда өте көп дайын шаблондар бар. Дайын шаблондармен өзіңіздің кәсібіңізді бастап кетсеңіз болады үйде отырып. Осылайынан мен қазір двухсторонний скотчпен жабыстырам. Суреттерімді бір-біріне жабыстырып алдым. Және де бұлай артық жерлерін қиып алып тастадым. Өлшейсіздерді и артық жерін қиып алып тастайсыздар. Енді бізге мына шардың ішіне маған кішкене қазір моншақтары керек. Жылтырлақтан көп емес, аз ғана себіңіздер. Енді суретімізді ішіне әдемілеп саламыз.
Бірінші жағын салып дайындап алдық. Екінші жағынан да дайындап алдым. Мен видео тым қатты ұзақ болып кетпесін деп. Осылай өшіріп қойып дайындап алдым. Енді мынаны ақырын төгіп алмай бүйтіп бір-біріне жабамыз. Мына ішінде жылтырлақтарды қатты көп сеппеңіздер, қыздар. Так. Болды, қараңыздар. Қандай әдемі болды. Енді ішін дайындап алдық, сыртына әдемілейміз енді. Мына лентамызды тура айналдырып, мен үшеу қылып қиып алдым. Мынандай 3 тасымен. Осыны өздеріңізге керекті өлшемде осылайынан дайындап қиып аласыздар. Енді бұны ыстық клеймен жабыстырамыз. Төбесін туралап аламыз. Енді осы екеуінің біріккен жерінен былай ыстық клейімізді ұшындап асастан жағамыз. Ыстық клеймен жұмыс жасағанда абай болыңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Осылай толық айналдырып жабыстырып аламыз. Одан кейін ленталарына көшеміз. Тұрғандарыңыздай жасау өте оңай. Ең бастысы осындай пластик шар тауып алсаңыздар. Бұл үшін базарды жақсылап іздеу керек. Инстаграмнан көріңіздер іздеп, немесе Google'дан сайттардан қарап көріңіздер. Жабыстырдық. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Енді лентасын жабыстырамыз. Мен мынандай лента біреуін жасап қойдым. Қазір екіншісін жасауды көрсетемін. Лентадан бұрын бізге летін жерін жасау керек қой. Шыққан паутинкаларын ыстық клейден бірден алып тастап отырыңыздар. Енді лентамызды қиып аламыз өзімізге керекті өлшемде. Шарымыздың сырты 80-90%-ға дайын болды. Айналдырып мына лентасын тесмамызды жабыстырып алғаннан кейін ұстағыш шыршаға ілетін лентасын жоғары жағындағы тесігінен кіргізіп, былай түйіндеп байлап қойдым. Осылайынан. Енді бантигін жасаймыз. Мен бір бантигін жасап қойдым. Қазір екіншісінің жасау жолын сіздерге көрсетемін. Ол үшін бізге лентамыз керек болады. Лентаны бүйтіп қолымызға ұстаймыз,
бас бармағымызбен бір ұшын қысып ұстап тұрамыз. Сосын саусақтарымызды былай екіге бөліп осылайынан ашып аламыз да, осы жерден бүйтіп айналдырамыз. Ой. Осылай ыңғайлы болып тұр. Бүйтіп ұстасам қолым ашылып кетіп жатыр. Осылайынан саусақтарыңызды бірдей ара қашықтықта ашып тұрасыздар да. Астынан өткізесіздер, одан кейін үстінен. Сосын бүйтіп астыңғы саусақтан, үстіңгі саусақтан. Сосын бүйтіп арт жағынан алып келесіздер да, міне астыңғы саусақтан бүйтіп алдынан өткізесіздер. Енді лентамызды қиып аламыз, өзімізге керекті ұзындықта. Бүйтіп астынан өткізесіздер. Екі саусақтың, төрт саусақтың ортасынан шығарамыз. Тағы бір айналдырамыз. Тура осылайынан тағы бір айналдырып, астынан шығарамыз. Енді бұл лентаның ұшын ортадан өткіземіз. Осылай жақсылап тартып байлап аламыз. Лентамыз дайын. Осылай қолдарыңызбен жасасаңыздар, ленталарыңыздың барлығының размері бірдей болып шығатын болады. Енді асты жағын екінші лентамен бірдей қылып қиып аламыз. Дайындап алдық екі бантигімізді. Енді осыны шарымызға үйлеміз. Осылай ыстық клеймен немесе суперклеймен жұмыс жасасаңыздар болады, қыздар. Кепкенше, қатқанша осылайынан ұстап тұрамыз. Қатқан сияқты. Ашылып шығып кетпесін. Екінші жағын. Біздің шарымыз дайын болды, қараңыздар, қандай әдемі. Осылай өздеріңіздің шыршаларыңызға, отбасыларыңызбен, балаларыңызбен түскен суреттерді жасап біліп қойсаңыздар болады. Өте әдемі, жылда ілініп тұратын болады, жаңа жылда. Шарымыз дайын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін көп рахмет, қыздар. Егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, мен каналыма әлі подписка жасамаған болсаңыз, міндетті түрде тіркелгеніңіз, себебі алдағы уақыттарда да осындай пайдалы видеолар салатын боламын. Енді бірден көрсетейін, келесі видеода мен сіздерге мынандай әдемі, қараңыздар, шыршаға ілетін жұлдызша жасауды көрсететін боламын, қыздар. Көлемі де үлкен, қарап тұрсаңыздар, міне шардың диаметрі 10 сантиметр. Почти осымен бірдей болып тұр. Тіпті кішкене үлкендеуде жұлдызымыз. Сондықтан да, қыздар,
менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет, сау болыңыздар.